дүниеге келгенде Алла тағала өмірден алатын несібесін, үлесін, орнын белгілеп береді деген ұғым рас. Бірақ әркімнің өмірден алатын сый-сияпаты әртүрлі. Бақытты маңдайындағы ырысы мол деген сөз осыдан келіп шығып отырғаны шындық. Бұл марапат сөздердің Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы педагогикалық институтының профессоры, филология факультетінің кафедра меңгерушісі Ермек Өтебаевқа тікелей қатысты бар десем артық кеткенім емес. Бала кезімізде үлкендер мына кісінің негізі жақсы, текті жерден шыққан адам деп жиі айтып отыратын. Ал біз ол сөздің астарын түсінбейтінбіз. Бұл сөздердің 8 бала, 18 немере, 2 шөбере өсіріп отырған Өтебаевтар әулетіне қатысы бар десем артық айтқандығым емес. Sonda öneri bağladı. İsa degenimiz tutas öneri. Kuyup taslagan, ya altından kümüste aralastırıp kuyugan, kuy tastan шығып, халық өнерінің үлкен ескерткіші сияқты. Осынша кісілерден кіші адамның осынша өнерлері болуы ғажап нәрсе. İsa'ны Жамбылда сыйлады. Тыңдайды екен İsa'ны айтқанда. İsa мен Мұхаммедтің арасында İsa'ның қадірі, қасиеті біз одан алыстаған сайын білмейміз. Сонда İsa'ның бағасы өседі. İsa тағы 10 шақты жыр жазды. Сендер Ермек Өтебаевның мұғалім ретінде қандай қасиеттері бар? Мен айтса екен, жалпы атам қазақтың да бір сөзі бар ғой. Келіннің бетін кім ашса, соғыстық дейді ғой. Павлодар өңірінде бұл Успенский институты алғашқы рет қазақтың әдебиет бөлімі ашылғаннан кейін сол кісі басқарумен кафедрада қанша оқушылар жиналды. Және біз осы 5 жылдан бері міне алғашқы қарлығаштары болып саналамыз. Ол кісі жөнінде айтатын болсақ, жалпы кафедра бойынша кафедраның ішіндегі қарт ұстазымыз көпті көрген, бәлен жерде істеген. Ол кісінің саяқтарын жалпы өз басым бір саяғын босатпауға тырысамын. Өйткені шамам жеткенше сол кісіден көп алып, көп үйреніп қалуға тырысамыз. Сабақты қалай өткізетін? Ол кісі сабақты жақсы өткізеді. Бүгінгі лекциясы өздеріңізде куәсі болдыңыздар. Және бұл тұспа-тұс келіп отқаны өзіміздің жерлестеріміз Иса Байзақовтың өмірі, творчествосы туралы аға жаңа ішінен ағынан жарылып айтты ғой ішін. Бүгінгі мына сіздер келіп отқан үстіне бұл Исаның арғы бір көтеріліп қалар. Басқа бір ақын жазушының творчествосының үстіне емес, дәл Исаның үстіне келіп отқан тегін емес деп. Бізге Ермек ағай осы тек қана мына студенттер арасында танымал емес, барлық осы халық үшін еңбек етіп жүрген адамдардың қатарында саналады. Сол осы біздің студенттер арасында өте тығыз байланысты болып кететін, әсіресе міне бос уақытта өзінің көрген білгендерін айтып, соны үлгі етіп отырып, не болса мына ақын жазушылармен жиі кездескендігін, яғни көз көрген ақын жазушыларды бізге өзі қалай көрді, сол қалпында көз алдымызға елестетуі, осының бәрі бізді қатты қызықтырады. Сонымен қатар осы ағамыздың бізге ұнайтыны студенттермен тығыз байланысты, ол әр студенттің жағдайымен санасады. Яғни оның көбіне қазір жоғары курс болғандықтан біз аттанғалы отырмыз. Сонда мына кейбіреуіміздің семьямыз бар деген сияқты осылармен, яғни әр студенттің жағдайымен санасу, яғни қазір жалақы, яғни стипендиясына байланысты күнкөрістерін қалай, жатақхана қалай деп әр уақытта осы жағдайды сұрап жатады. Қоғам адам қай кезде болса да ұрпақ тәрбиесін немқұрайды қараған емес. Биылғы жылды Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық отбасы жылы атауының өзі үлкен қамқорлықтың белгісі. Еліміздің болашағы тәрбиелі білімді ұрпақ өсіру ата-ананың борышы болса, бұл міндет зиялы отбасы арқылы жүзеге асса құба. Ғылым жолына түскен үлкен азамат ретінде, қазақ тілінің үлкен бір жанашыр азамат ретінде біледі ғой. Енді көпшілік отбасының басшысы ретінде, отбасындағы тұрмысынан да білгісі келетіндер де табылып жатыр.
сол мәселе төңірегінде біз сізбен сөйлесіп отырмыз. Енді сол кісінің отбасындағы тынысы, отбасындағы қамқорлығы, семья мүшелеріне деген қамқорлығы жайында айтсаңыз. Енді семья басы болғасын, әке болғасын, ата болғасын, 8 бала өсіріп, 18 немереге көмектесу керек болғасын жерде ол кісі ең үлкен қамқоршы. Біріншіден оның бар үлкен қамқорлығы қазақ әйелді бастан дейді ғой. Сол жолдасым деп, жұбайым деп қарамай, жанашыршылығы мол болып, бала тәрбиесінде де, 8 баланы өсіруге де, 8 баланың мектептегі, үйдегі, киім кешегі, ішкен тамағы, барлығы да ол кісінің көңіл күйінен, көз алдынан тысқары қалған емес. Қазір біз мына Павлодар өңірінде тұрсақ та, балалардың бір қыдыруға ағайын тумалары Атырау өңірінде тұр. Оларды да сол жұмасына бір рет телефондап, хабарын біліп, аш емес пе, жалаңаш емес пе деп сұрап, қамқорлық жасап атады. Енді үйде ол кісінің көмектеспейтіні жоқ деуге болады. Жұмысты да таңертеңгі сол 6:30-7-лерде тұрып, өз жұмысын жасап келгеннен кейін, үйде бір жерде свет істемей қалса да, краннан су ағып кетіп бұзылып қалса да, соның барлығына да сол кісі өзі жасайды. Осы үйдің ағаш шебері де, мына жарық шам жағу шебері де, сантехнигі де бәрі де өзі. Бес аспап деуге болады енді. Бала тәрбиесіне де келген кеткен. Енді мал сою мәселесі де сол кісінің өз басына түсіп атады. Балалары, ұлдары кішкене жастау болды. Үйленгесін бөлек тұрды. Әйтеуір түйені де, биені де, қойды да, сиырды өзі сояды. Ешкімді шақырмайды, енді көмектескен болып жатамыз. Ал енді ғылыми жұмысына келсе, бұл кісі балаларым күлетін, папам көшпелі энциклопедия деп. Бұл кісі кәдімгі сөздік те, энциклопедияда. Бұл кісінің көкірегінде көп мәселелер жатыр. Жатқа білетіндері, көргені, естігені, оқығаны. Жалынам кейде мына жұмыстарды тастап, мемуар жаздағы. Артымыздан алдымыз бір қарыстай болып қалды. Жазсайшы, алып бір жерге апарғанда қайта келмей қалады ғой. Одан да жазып балаларыңа, болашаққа бәріне керек қой, халқыңа керек. Қазақтың тағдыры, өмірі, қазақтың салты, санасы барлығы қажет деп есептеймін. Қазір мына халық педагогика мәселесін қозғап жатыр. Мен мұғалімдік қызметтен кетіп қалғаныма 10 жылдың үстінен асып та кетті. Бірақ халықтық педагогиканың барлығын әлгі келін түсіру, қыз ұзату деп есептейді. Білем, біздің қыздарымызды 7-8 класстан бастап басына желек салып, орамал тартқанға қатты наразымын. Қыздарымыз тағдырдың жазуы, қашып құтылмайды. Барлығы да әйел болады, басына ақ салады, бала табады, бесікке салады, тербетеді, әлди бөпесінде айтады. Бірақ соның балалық ар-ожданына нұқсан келтірмей мектепте сөйтіп үйретпесе екен деп ой. Мына мұғалімдеріміз біздер, бүтін семьямызбенен. 5 қыз, Ермектің қарындасы, Ермек, мен, осы біз 8 адам бір үйде мұғалімбіз. Енді қайдан білейін, сон мұғалім болғандықтан ба жаным ашып отырады жан-жағына қарап. Ал енді ерағаңның ішіп отырған асын жерге қояды ғой, енді тәрбие мәселесі десе. Енді ол ата болған адам, көпті көрген адам. Бұл кісі профессор атағын, докторлығын қорғамай алды. Бұл жердің халқына, еліне рахмет, еңбегін бағалаған үшін. Ал академиктермен де жолдас болды, дос болды. Барлығында көрді. Бұл кісінің арқасында мен де еліміздің азаматтарының
көбін көрдім десем артық емес. Маңдай алды азаматтар. Маңдай алды азаматтарын барлығында көрдім, дастарханымнан дәм татты. Барлығы да ол Ерағаңның арқасы. Мен 300-дің де азаматтарын көрдім, еліменен араластым, жер суын бәрінде бастым. Жақсылықтың арқасында бәрінде көрдім. Азамат өзі жақсы болса, ел жаман болмайды еш уақытта. Міне бұл жерде де біз келгенімізге 13 жылдан кетіп бара жатыр. Бірақ осы елдің тумасы сияқтымыз. Біз деп есептемейміз өзімізді. Осы жердің адамымыз деп, осы жердің балаларына, осы жердің адамдарына жанымыз ашып, жақсы болса екен, біз шыққан таудың төбесін тек күн шалса екен деп тілейтін адамдарымыз. Басқа енді Ал енді Гүлжихан тәте, мынау балаларыңыздың аты бәрі өмірден келеді екен. Соны ат қоюда нені қаладыңыздар, кімнің таңдауы, соны айта кетсең. мен осы үйге келгенде Ермектің екі інісі бар екен. Өмірзақ, Өмірғали деген. Енді қарындастары Қадиша, Сәбилаш бізбен бірге тұрады. Балалармен бірге өсіп келеді. Балалар оның тіпті менен тумағанын да білген жоқ еді. Есейгесін білді. Біз өте тату тұрамыз. Жеңге қайын сіңлі болып көрген жоқпыз. Апа деп келе жатыр. Міне 44-ші жылға кетіп бара жатыр менің бұл үйге келгеніме. Ал енді сол балаларға жалғастырып, ең үлкен баламызды Өміртай деп қойдық. Енді жаңа ғана басталып атырған өмір ғой, біз екеуміздің өміріміз тайдай тулап қана келген дүниеге бірінші тұңғышымыз ғой деп атын Өміртай деп қойдық. Сосын екінші қызымыз болып еді, өмірімізге гүл болсын. Қыздар жөніменен Сірәда деп Өміргүл деп қойдық. Одан кейінгі қызымызды енді гүліміз бар, тайымыз бар, нұр болсыншы бізге деп Өмірнұр деп қойдық. Енді гүліміз, нұрымыз болғасын, ұл туып еді. Мынау жанымыздай жақсы көрген ұл ғой, Жан деп қойдық атын. Одан енді тағы бір қызды болдық. Бір кідірісте уақыттан кейін сая болсыншы өмірімізге. Саялап бір мәз болдық қой, күліп деп Өмірсая деп қойдық атын. Одан кейін қызымыз Өмірнәр деп қойдық. Нәрі болсын. Бір қиын қыстау мезгілдер болып атты. Сонда да бір нәрлі болсыншы. Енді содан кейін қызымыздың атын өмірдің бәріне риза болып, барына да, жоғына да, молына да риза болсыншы деп тағдырымызға ризалығымызды білдіріп Өмір риза деп қойдық. Енді дүниеде барлығы жақсы, барлығы берік, бек болып атыр ғой деп ұлымыздың, кенжеміздің атын Өмірбек деп қойдық. Енді немерелерім аты да солай: Өмірләззат, Өміржаннат, Өмірнәз, Өмірсәт, Өміржол, Өмірләз, Өмірхан деп. Барлығы да сол өмірден. Ол енді келін атасының атын атамайды ғой, бірақ Өтебай торпағынан туған баланың барлығы да өмірден басталып келатыр. Ал Әділің жарасты атаңмен ойна дейді ғой. Енді біз енді біраз жылдарды алға жылжытып еске түсірсек, сіз мысалы Ерекеңмен қалай таныстыңыз, алғашқы күндеріңіз, той, қандай қызықтарымен есте қалды, жастық шақтағы бір сәттерді айта кетсеңіз. Мен 7 ұл жалғыз қыз екем үйде. 7 ұлдан жалғыз ағам бар, қазір тірі қалған. Тағдырдың соқпағына ұшырағандары бар. Әскерге кетіп өлгені бар. Ғали Шутенов деген ағам Алматыда тұрады. Қазір пенсияда 75-ке келеді бұйырса. Сол кісінің жұбайы Ермекке Рулас апай болады. Біз бірінші танысқанда құда бала құдаша болып таныстық. Сосын енді тағдырдың үйлестіргені шығар. Бұл кісі қазақтың Абай атындағы мемлекеттік, қазір университеті дейді ғой, Каспийді, бұрын Каспий еді, соның проректоры, ол кезде зам директор деп аталатын 50-ші жылдарда.
Сонда істеп жүргенде енді бұл кісінің де көз қыры түскен болар. Содан танысып, құда бала құдаша деп, бірер ай шамасында жаңа жыл қарсаңында біз үйлендік. Ат шаптырып, жан баттырмаған менен бір 12 күндей тойын жасап, кәсіпбидің ұжымы тұтасы менен тойлады. Осы Сәбит Мұханов, Ғабиден Мұстафин, Ғабит Мүсіреповтер барлығы да сол тойда болды. Серік Қирабаев, академик, Ермектің шәкірті, Балақаев, Мәулен. Барлығы да осы болды. Бұл кезде енді бәрі де қызметте, бұл кісі 25-те болатын. Сөйтіп семья құрып қол ұстасып. Өзі семьяда тату тәтті өмір сүру үшін адам екеуі де бірдей ойлану керек қой деп ойлаймын. Енді мінезсіз кісі болмайды. Әркімнің де мінезі болады. Оның мінезі жұмыстан үйлеспей келіп қалғанда үйдегі мәселенің барлығын балалардың аяғының тысырына шейін естіртпей, соның қалайда көңіл күйі жақсарып кеткенше үйде жағдай туғызу ол әйелдің міндеті ғой деп ойлаймын. Енді азаматын құдайдай сыйламаған әйел ол енді ана болып үйге отыра қоюы қиында болар деп есептеймін. Ол қазіргі жастарымыз сол парасатты үйрене алмай, орыс тәрбиесін көбірек алып кетіп, қазіргі кездескен махаббаттың барлығы тек көз қызықтыратын зат екендігін, арғы ой ожданға бойлатпайтындығына қатты қынжылам әрине. Бірақ мен мүмкін әбесте болар, ұятта болар, ғашық боп құлап, сөйтіп алып шықтым, соңынан қалмай, я о кісі маған сөйтті деп айтсам, біртүрлі үйлеспейтіндей сияқты. Бірақ сөзіміз жарасты, көңіліміз ұнасқасын жерде. Қосылдық, балалы болдық, шағалы болдық. Айтып отырмын ғой, мен бірнеше баланы бірге өсірісті. Бесікке де бірге бөлесетін, түнде тұрғанымда бірге тұратын. Өз қыздарым балалы болып, жиендерімді көтеріп келгенде жүрегім жарылып кете жаздады ойбай. Өздерін құлатып алмай қалай алып келдіңдер, жайықтың арғы бетінен бергі бетіне қалай өттіңдер, қарақтарым-ау. Суға тастап жібермей балаларыңды деп қынжылдым. Мен ойлайтынмын, әкесі болғасын жерде анасы баланы көтермеуі керек, әкесі ғана көтеру керек баланы. Себебі өзіме бұл кісінің 18 жасымда келдім, берген тәрбиесі солай еді. Сосын ойладым, мен қызымда балаларын өздері көтермей, күйеулері көтеретін шығар. Сөйтсем ол екеуіне бірдей екен ғой, оны білмеппін, бертін келгесін білдім. Ағаның арқасы ғой. Әрине сол кісінің арқасы. Ол кісінің сондай пейілі кең, әкелік мейірмандығы мол болмаса, балалар баяғыда қолдарын үзіп кеткен болар еді. Бірақ әлі күнге шейін бұл кісінің 60-қа толғанына, 65-ке толғанына, менің 60-қа толғаныма балалар өздері жиналып, өздері келеді. Біз хабар-ошар бермей-ақ, өздері хабарлайды, бәлен күні барайық деп жатырмыз. Біздің сондай шаруамыз бар деп. Енді менен туған 8 баланың 8-і де мына Сәбилашты Апашка дейді. Бірде біреуі оған қарсы біреу сөз айтқанда емес, біреуі бұның сөзін орындамай кеткенде емес. Себебі бұл үйдің дәстүрінде өзінен бір жас емес, бір ай ғана үлкен болса, үлкендік жолын, изеттігін көрсетіп тұрады. Үлкенді Сыйлайды. Солай бүтін үйімізде, бүтін үжданымызда, бүтін ағайын тумамызға солай өзі қалыптасқан дәстүр. Ол барлығы сол Ермектің арқасы. Себебі ол кісіге мен бір ауыз сөз қатты айтып көрген емеспін. Біз әлі күнге шейін сол әзілмен ғана, ашулансам да, ойымдағымды әзілмен айтам. Себебі бет жыртысып бір ауыз сөз айтып көрген жоқпыз. Балаларымызға да соны
сіңіріп тіпті баланы ұрысқанда да әзілдеп ұрысып сөйтуге тырысамыз. Себебі көңілін қалдырмай, қалай болғанда да сосын әйел өзінің әйел екендігін ұмытпай, ана екендігін ұмытпай. Әйел деген ол енді бір әдемі жерге өсіп тұрған гүл тәрізді ғой. Ол қыздағы қылығы қартайса да қалмау керек қой. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сана сақталуға тиісті деп ойлаймын. Әйел өзінің әдемі екендігін, нәзік екендігін ұмытпай, әбестікке бармай, жаман сөз айтпай отырса, ері әр уақытта да қадірлейтін сияқты менің көңілімде. Қайдан білейін, мүмкін мен жаңылатын шығармын. Енді 60-тан асып кеткен кезде мен әлі күнге шейін солай деп есептеймін. Өзіңіздің жүріс тұрысыңыз, мынау сәнді киіміңіз, сөйлеген сөз мәнеріңіз бәрі сізге жарасып тұр деп ойлаймын. Енді ол да бір адамның өзіне де байланысты болатын шығар, екеуіне де бірдей ерлі зайыпты болғасын жерде. Бірақ адам енді таңертеңмен тұрғанда да бір айнаға қарайды ғой, өзін көреді ғой. Қандай киімнің, қандай түстің, қандайдың жарасып тұрған аңғаратын болу керек деп есептеймін. Сосын мен жалпы өзім көңілді киінгенді жақсы көремін. Мүмкін біреулер айтатын шығар, жасы 60-тан асып кетті, осы кісіге сондай қызылды жасылды болып киініп не керек деп. Адамның бір көкірегіне байланысты бола ма деп ойлаймын. Себебі адам соншалықты ашық киінсе, көңілі жадырап тұратын сияқты. Мен осы жердің қыз келіншектерінің көбін бір ылғи қара киіммен көремін. О бастан тіпті мына Абай жолын енді оқымаған кісі жоқ шығар, барлығы да айтады ғой, Әуезовті оқымаған кісі жоқ, қаралы сұлу дейді, қаралы көш дейді. Қара киім дегеннің өзі бір түрлі бір жараспайтын, көңілсіз болып тұратын сияқты маған. Сол себептен мен ашық, жақсы киініп жүргенді жақсы көремін. Мен жасымнан қазақша киінемін, салт киімменен. Ал енді жауапты қызметке жүргенде де мен сол киімдерді ықшамдап, қолдан келгенше дәстүрлі мәнерін жоғалтпай өзім тігем. Сол себептен соған кішкене жақынырақ қылып кигенді тәуір көретім. Өзі әуелден де былай бөлекше болуға тырысып. Ол біреуге оқшау көрінейін, я болмаса көзге түсейін деген пиғыл емес, көңілім қазақтың салтын сақтап тұрса екен деп. Мен әуелден де үйде басыма ақ салып жүрдім. Себебі үйде әйел жүргесін жұмыс жасайды. Еден жуып атады, кір жуып атады, ас пісіріп атады, бала шомылдырып жатады. Сонда ол шаш кісіге бір кедергі болып атады. Я асқа түсіп кетеді, я тағы бірдеңе болады, ілініп қалады деген сияқты бір. Сол себептен сол бір шашты шашау шығармай байлап алып жүргенді жақсы көремін. Балаларыма да соны үйретемін. Екеуіңіздің араңыздағы сыйластықтың кілті кімде? Тәте туралы не дер едіңіз? Мен айтар едім, енді шынында да мен өзі қайынсіңлі болып өскен жоқпын. Қызы ретінде осы үйдің жеңге деп өскен жоқпын, апа деп ылғи да сыйлаймын. Қайынсіңлі мен жеңгенің арасындағы сыйластық қой деймін, бір мағыналы, бірін-бірі сыйлай білсе, жеңге сияқты емес, шынында бір түрлі анам сияқты. Оны жасыратыны жоқ. Осында келген азаматтар болсын, апайлар болсын, бәрі де көріп жүр. Ал папымды, ағаны, папым деп өсіп келатырмын, ол кісіні де. Енді айтып атсыз ғой, жеңге мен қайынсіңлі арасында сыйластық деген жақсы деп. Мен де өзім солай ойлаймын. Ол ел ішінде не жоқ дейсің, бәрі де бар шығар, бірақ негізінде осы тату болса, жеңге мен қайынсіңлі бір түрлі отбасында сондай береке сияқты. Әсіресе осы жеңгенің жақсылығы береке құт деп ойлаймын. Өзіңізге жаңа айтып кеттім, анамдай болып сыйлап өсіп келатырмыз.
ауыз бірліктің барлығы да сол осы үйдегі анаға байланысты ғой деп ойлаймын. Сен істедің, мен істедім, жоқ бұл үйде қайсымыздың қолымыз бос. Ол кісі істеп атады жұмыстан. Мен келгенде істеп атамыз. Ондай арамызда сен істемедің, мен істемедім деген реніш болмайтын сияқты. Себебі осындай ең реніштің тумайтын мынау ауыз бірлікте ғой деймін, жеңгенің жақсылығында ғой деймін. Әрдайымда мен жеңгемін демейді ол кісі, ана ретінде маған сондай. Осынша 8 баласы бар, осынша бала тәрбиеледі, өздеріңізге де алдында айтып кеткен шығар, мына хабардың үстінде. Сондай бірге тұрып, сыйласып деген сияқты өмір сүріп келе жатырмыз. Осы үйдегі береке, осы үйдің темір қазығы кім деп ойлайсыз? Мен айтар едім оның папым деп. Себебі ол кісі әрдайым енді қамқор бізге еш уақытта. Мысалы бір айтып кетейін. Мысалы мен үйде бір кір жуып нететін болсам, ол кісі мен үлкен екенмін демейді. Кірді алып шығып сыртқа жаяды, мысалы. Онда тұрған ештеңе жоқ. Кейде мен айтамын, папа, мен өзім ақ жая салайыншы деймін. Жоқ, онда тұрған не бар балам? Ешқандай сөкеттік жоқ. Қолыма жұқпайтын іс менің дейді. Мен өзімше сол папамды айтар едім. Сосын апам екеуінің достығы, мысалы жарастығы, екеуінің біріне деген сүйіспеншілігі, міне осының барлығы біздің отбасының бір берекесі сияқты болып көрінеді тұрады. Енді папам жұмыс жасап, өзінің жұмысын жасап отырған кезде бәріміз де сол үйдің ішінде тыныштық орнатып, әсіресе апам сондай көңіл бөледі қатты. Соғысының жұмысының жемісті болуына да мысалы сол апамның көп еңбегі бар деп ойлаймын. Бала бағуда болсын, немесе мына үй шаруасын өздеріңіз де білесіздер қандай ауыр екенін. Соның барлығы енді бірлестікте ғой деймін, ауыз бірлікте сияқты. Ең үлкен бірлік сол папамда деп ойлаймын мен өзі. Сол үйдің ең тұтқасы сол кісі деп. Отбасының мәдениетін туралы айтсаңыз, мәдениеті, эстетикалық талғам. Не айтсам екен отбасының мәдениетіне? Енді мен өз мысалы көп мақтап кеткенде болатын сияқтымын. Енді мысалы мен өз апамды алар едім үлгіге. Ол кісі әрдайымда от үйде болсын, немесе жүзде болсын, көзін сондай тиянақты, киінуге, сәнді киінуге, мына ойлам нетпейді, отбасында отырмын деген демейді, сондай өзін өзі күте біледі. Міне нағыз осы мәдениеттілік, енді деп айтамыз ғой, осы тәрбиелі, тәлім тәрбие дегеннің өзі осы отбасынан шығады ғой негізі. Соны көріп өскен бізде сол кісіге ұқсап бағуға әзір отырамыз. Осы қарап сол кісінің қалай киінгеніне болсын, немесе сөйлегеніне болсын, мысалы мәнерлеп сөйлеу әркімнің қолдан келе бермейді. Мен де мысалы қазақша бітірдім, өзім қазақ мектебін бітіріп, институтта қазақша оқыдым. Сонда да мұны мәнерлеп сөйлеу әркімнің қолынан келе бермейтін сияқты. Мысалы ол кісінің сөйлеген сөзі, жүрген тұрысы, үйде болсын, жүзде болсын, ол тек қана әрдайымда көрініп тұрады ғой, кісінің өзінен де белгілі. Сондай өзіме ұнайды, енді не болғанда да солай үлгі алуға тұратын кісі. Кей адамдар не десеңдер о деңдер, бүгін ана жайлы болсын өлеңдер, ең асыл сөз әйелге арнап айтылсын, сен әйелге бүгін жөндеп сәлем бер. Бұл әлемде болсын қай жер, қай елде, басты құрмет бағышталған әйелге, ең алдымен ақ шашты абзал анаға, думан дүние тірлігімен тәуелді. Ақтау үшін ана мейірін, ақ сүтін, туған күліп мына нұрлы жақсы күн. Бар ізгілік басталады көктемнен, тең тербеген ана өмір мақсұтын. Ана үні, дана өмір күйегіз, екеуінде жанымыздай сүйеміз. Жүргеніміз үшін бүгін жер басып, алдымен біз анаға бас иеміз. Бәйбіше атты әр үйде бір мықты бар, қасиетін қабағынан ұқтырар, дос алдында ерін көкке көтеріп, дұшпандарын даналықпен ықтырар. Сол мықтының кейде өкпесі тез келіп, қанша боран дауылдарға төзбедік, қызу шақта мүсіркесең болғаны сала берер салқын жүзі өзгеріп. Өкпесі де, төкпесі де қалады, енді ол сенің күнің болып жанады. Сол емес пе сен өзгеге танытқан, жеткізгенде үйде бала шағаны.
қазақ айтады ғой үлгілі семьяны ұлын ұяға қызын қияға қондырған үлкен семья деп. Сол сіздерде сондай ұлды ұяға қызды қияға қондырған үлкен шаңырақ иесісіздер, немере сүйіп жиендерді бауырға тартып жатқан шаңырақсыздар. Осы шаңырақтағы береке, бірлік, татулық, мәдениет туралы телекөрермендерге айта кетсеңіз. Үлкен шаңырақ едік. Көп отау болып бөлініп едік заманында. Bir жағы көбейдік, бір жағы азайдық. Азайдық дейтін себебіміз үлкендеріміз кетті. Көбейдік дейтін себебіміз жас балдарымыз өсті. Қазір осы мен төңірегімде менің әкем Өтебай дейтін кісі сол 30-ға тарта сол кісінің атын ұстанып жүрген балалар бар, келіндер бар деген сияқты. Соның өзі бізге үлкен мерей. Енді үлгі болатындай өзі ол оқу жоқ, халықтың педагогикасы бар, дәстүр бар қалыптасқан. Үлгі дейтін сол адамияттылық, соны жүзеге асыру арқылы орындалатын шаруа ғой. Біздің әкеміз, мен атамды 28 жылға айтыс болды. Сол көбіне кісілердің айтқанынан болар, елестетем. Айтқаннан елестетем о деймін. Үйден шығарып баратырған, үш жерден белінен буып білем, жылағаным есімде, бірақ неге жылап жүргенімді қазір енді жұрт айта бергесін, сол атам үшін жылаған екенмін деп ойлаймын. Ал әкемді көке деуші едім. Көкем үлкен ауыл аймақтың ағасы болды. Революцияға дейін де, одан кейін де ауыл басы болған кісі. Кәдімгі ресми қызмет атқарған кісі. Сондықтан бекен сол бізге азды көпті жұқты, ағайын туманың басын біріктіру, бала шағаны жинау, тәрбиелеу, араларындағы жақын туыстық сезімдерді дамыту сияқты әдет құрып біздің әке-шешемізден келген, атамыздан келген нәрсе. Ал енді оның бер жағында біздің қызметіміз ұстаздық болды, кісі тәрбиелеу, бала тәрбиелеу болды, үлкен кішіні тәрбиелеу болды. Соған байланысты сол өз мамандығымызға қарай орай бізде сол кішіні ілестіріп, үлкенді аға тұтып, орта қатар құрбымызды аса құрметтеу салты сол қызметімізге де байланысты болу керек шығар. Сосын балдарымыз да өзімізден соны үйренеді. Жалпы қазақ дейтін халықтың өзінің бойында бір көп елдерде, көп ұлттарда бола бермейтін арнаулы аса бір жақсы сезімдер бар. Өйткені 300-дің баласы сұрайса келе қарын бөле шығады дейді ғой. Әйтеуір бір жойытын жақсылыққа жақындайтын жер болса, біріне бір бауыр тұтады ғой. Сол халқымыздың еңбегі шығар. Бұл жағынан алғанда, бұл шаңырақ тәрбиесі, шаңырақ жақсылық деп атар едік. Енді басқа жақсылық біздің тарапымызда, мен балдарымның бәрін оқыттым. Ал енді айып болмаса, мынау отбасына арналған хабар болғандықтан, мынау үйдегі Гүлжихан тәтеміз екеуіңіздің араңыздағы сыйластық, бала тәрбиелеудегі келісу, бір-біріңізді түсіну, талғам, сол мәселе төңірегінде кішкене айта кетсеңіз. Бұл енді біздің былайынша қарағанда ішкі құпиямыз ғой. Бірақ енді құпия сақтайтын жері де шамалы. Біз сол 50 жылдан бері бірге 51-дің бірінші январь, енді 50-дің аяғынан бастап өмір сүріп келе жатырмыз. Сонда 44 жылдың реті болып жатыр. Бұлай аяқтабақ шалдырламайтын үй болмау керек. Анда-санда болса да бір ренжіспей қалатын жайттар болмау керек. Олар біздерде де болу керек. Бірақ есебін жүргізетін кісі жоқ оның. Өйткені жанымызда сыздатып, ол белгі тастап кетпейді. Енді бәріміздің тәрбиесіміз осы Гүлжихан, мені де тәрбиелейтін сол. Кірім жуылы болмаса, тамағым пісірулі болмаса, қызметке дайындығым сай болмаса, ол болмайды ғой. Балдарды да тәрбиелейтін сол. Бірін-бірі тәрбиелеуге үйрететін де сол кісі. Әрине мен көмектесем. Мен үй шаруасының біраз салмағын, әсіресе қамтамасыз ету, жоғын бар ету, барын пайдаға асыру жағына мен де атсалсам, ал біздің арамызда шынында да үлкен татулық бар. Көп ортадан біз төмен түспейміз бұл дәрежеден.
Onu maqtan etүүгө болот. Балага дурус тарбие берүүнүн бүкүл көлтө отбасынын күндөлүк тирчилигинде ата-ана өзүнүн жүрүс-турусу менен, ис-кыймылы менен, сөйлөө манери менен күн сайын балага асер этетини ырас. Ал мындай адеми асер көңүлдүү турмуш, ишкерлик, мәдениеттилик өтө байыптар отбасынын энчисинде. Сондуктан да осундай өзгөгө де үлгү шаңырак астында өркөн жайган әулеттин бутагы бүрчүк жарып өмүрү гүл атууда. Өмүр гүл, өмүр нур, өмүр сая, өмүр нар, өмүр риза, өмүрбек аттуу кыздар шаңырак шаттыгы. Бир таң каларлыгы өтө байыптар балага эсим берүүдө де эч кимге эч кандай отбасына окшомайтын кадетти тутанган. Жерде, мынау сенин жерлерде сиздерди көрдүм, Гүлжихан тате экөөңүздү. Сонда бир сиздердин араларыңызда бир адеми жарастыкта әзил бири-бириңизге калжың жатыр. Сол төңүрөктө бир-эки абыз сөз айтсаңыз. Жас жубайлардын әп дегендеги әліпбиі көңілдің жарастығынан басталу керек қой. Біз көңіліміз қылаусыз қосылдық, о баста жақсы жарастық. Соны бір жеріне кетік түсіргіміз келмейді, қилап жасағымыз келмейді. Сәл бір жері ортайып баратса, соны екеулеп толтырғымыз келеді. Бұл бір жағдай. Енді мынау мен өз қарабасым осы үйдің еркегімін деп өзімді ұстамаймын. Олай ұстасам ол болмайды. Онда сен әйелсің деген сөз ғой. Иә. Ал Гүлжан да сол сияқты мен осы үйдің әйелімін, еркекті араластырмай мына жұмысқа деп есептемейді. Өйткені онда ол өзін шектеп тастар еді. Сондықтан біздің ортамызда бір теңдік белгісі бар. Ол теңдік енді қызметіміз әртүрлі бола тұра, істейтін шаруашылығымыз кейде бірімізді біріміз қайталамайтын бола тұра, біз көңілділіктің дәрежесін сәл пәс еткіміз келмейді. Бірімізге деген көңілді кейде бірімізден біріміз қызғанамыз. Сол көңіл жарастығын қатты сақтағымыз келеді. Ортада отырғанда ортаны қатты сыйлау керек. Ортаменен қатты есептесу керек. Сол ортаның әңгімесіне ретті жерінде араласу керек. Ортаның көңіл дейтін дүниесіне, көңілділік дүниесіне ортаның үлес қосу керек. Сондықтан орта қабылдайтын жақсы әзілді енді басқа біреумен әзілдескен дұрыс болар еді дағы. Бірақ ондай табылмағанда екі ора әзілдесетініміз рас. Оның үстіне бұрын үйлену дейтін кездейсоқ болмаған ғой. Үйлену үшін бұрын бір сүйек шатысты іздейтін болған. Алыс болса да бір жекжат жұрағаттығы бар адамдарды іздейтін болған. Бұл жағынан Гүлжихан маған құдаша, мен құда баламын. Болашақ жастарымызға көңіл жарастығы кейде адамды алалатпай да кетеді ғой. Дегенменен білетін, түсінетін, сырлас, мінездес, әдет ғұрпы жарасатығын, ауыл аймағында алалық кіргізбейтін, әке шешелері болса да ең болмаса қатарлығы бар, бірін-бірі түсінетін жерден үйленсе, сондай жерге тұрмысқа шықса, жастарға ол ғанибет болар еді. Біздің жастарымыз өмірі көрмеген жерден үйленеді, елмаса тұрмысқа шығады. Ал барлық ода емес, ең сорақысы құда да жоқ, құдағи да жоқ, ұлымыз құда, қызымыз құдағи болып, тек даяр тойдың үстінен бір шығарады ғой әке шешенің екі жағын. Ода дұрыс емес сияқты. Бірақ жастар бастаған жаңа соны мінез құлықты, әдет ғұрыпты дұрыс емес деуіміз де дұрыс емес. Ол мүмкін сіңісер қоғамға әзір бірақ үлкен пайда келтіріп жүрген жоқ. Бұндай жағдай. Мен жастарға осыны да бір ескеріп қойсаңыздар қайтер еді дер едім. Профессордың ғылыми жұмыстары
ишмери көп. Ол кісі Ұлттық ғылым академиясының бас ғылыми қызметкері ретінде ертіс өңірі қазақтарының жазба әдеби мұрасы деген тақырыпты жүргізуде. Сонымен бірге Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы 40-қа жуық зерттеу жазған адам. Оны кітап етіп бастыруда ойында. Бұдан басқа қазақтың беткістар азаматтарымен дәмдес болған кісі атақты адамдар туралы мемуар жазуда міндеттейді. Оның үстіне араб тілінде тұнып тұрған архив және тұр. Бақытты жан екеуміз бұл әлемде, мұның сырын білмейді ешкім әлі. Таң қаламын келбетіне қараймын да, ғарыштағы сәулелерден жаралдың ба. Сүйем сені, сүйемін, сүйем сені, оттай ыстық жүрегіммен аралдында. 50 жылдай екеуміз егіздеген, өмір бердік ұрпаққа сегіздейін. Немерем мен шөберем ортасынан, көре алмасам аңсаумен сені іздеймін. Таң қаламын келбетіңе қараймын да, ғарыштағы сәулелерден таралдың ба. Сүйем сені, сүйемін, сүйем сені. Bir қадірлі келінім қайтыс болды. Соның артына 91-ші жылы бардым. Қоңыр дейтін. Соның басында оқыған дұғам. Қарағым Толқымай бақ. жатырмысың тауып тыныс, осындай өмірдеген бір ит жағыз, көп жүріп зиратыңа зорға жеттім. Борыштай тірілерге бұда жұмыс. Жар ұрпағы абылдың осы жерде, алған екен сені де келдеп, келге, сен бізге қоңыр емес айда едің, білмеймін не дейтінін қалған пенде. Алдыңнан жарылқасын айтар сөзім, бақ берсін артқыларға қайран төзім, қайрат төзім, бағытпен балалардың амандығын тілеймін, себебі бар сенің көзім. Бағыт еттенімеді. Ол да кетті. Сол інім қайтыс болды. Жыламай оқ? Ініме мынандай деп жазыппын енді. Болса да ауыл арыс жүрек жақын, бар өмір болмай қалды жалғыз татым. Алдымда сәбиңмен өсіп едің, ер жеттің. Азамат болып артып даңқың, ел болып, елеуші атағыңды, артығын қойсам дағы қатармыңды. Кішіге аға болдың үлкен күні, сен барда іздемедік атар күнді. Ақылды өзге адамнан сұрамадық, осыңа тізгін бердік билік алып. Сен айтсаң бас изедік болады деп, басқаға көрмесе де көңіл қалып. Біз сенде деп жүргенбіз жақсылықты, білмедік бар екен деп басқа мықты. Сен елге жастайыңнан ақылшы болып, дос жаран танып еді ішкі сыртқы. Әлі де асушы едің белес белден, шың басына келіс келген. Артқыға үлгі болар өнеге көп, адамға таусылмайды арта берген. Қайтеміз, сол жол сенікі емес еді, кейде ажал кезексізде егес еді. Қидыңда бәрімізді бақұлдастың, өмірдің қайсы демей ертегенше. Алдыңнан ата-бабаң жарылқасын, онда да ардақталсын алтын басың. Қалайша қидың екен ел жұртыңды, жылап жақындардың кәрі жасын. Арқада ағын қалды қан жұтумен, ахлап қан басыңа қайғы жеген. Сен оны кешір жаным, мың мәртебе.
Ақтайды себептері келмегенін, арқада інілерің қарындасың, біле көр күйігіңнің басылмасын, бәрі де бауырыңның қоштасуда қиналып қан мұңмен қайғырғасын. Осылай асыл туыс аңырауда, айтады арашаға жанын сауға, шіркін-ай өмір неткен әділетсіз, біреу кетіп шығады біреу тауға. Дегені бұл өмірде бола алмады, өзіммен бірге кетті ау бар арманы, көңілімнің көкжиегі бір ашылмайды, шырқырап өте берді-ау шыбын жаны. Профессор ғалым үлгілі отбасы иесі Ерағаң мен Гүлжихан апай туралы айтар әңгіме бір шаңырақ астында жарты ғасырға жуық өнегелі ғұмыр кешіп жатқан жандар туралы айтар жылы сөз көп. Осы жандар туралы жеткізер әңгімені бір күнгі хабарға сыйғызу тіпті де мүмкін емес. Алайым айтар әңгіме таусылмасын.